2003 жылдың көктемінде Сауд Арабиясында, Медине қаласында жүрміз. Қасымда қырғыз досым бар. Бір атамыз бар еді, прокатқа мәшіне беретін. Әрдайым сол кісіден прокатқа мәшіне алып келген қонақтарды, қажыларды таситынбыз, қыдыртатынбыз. Бір кісі бір-екі мәшінесін алып, сол кісінің жасап сатқанбыз. Сол кісі звондады. Келіңдер деді, бір жұмыс бар деді. Сосын айда отырып бардық. Содан ол кісі айтады: менің бір машинемді артынан қатты ұрып кетті. Эстода тұр, оны сатам. Барып көріп келіңдер, сосын бағасына келісеміз деді. Екеуміз барып Эстоны іздеп тауып, машинені көрдік. Қарасақ, су жаңа машина екен. Бір-ақ жыл болған машина, жап жаңа прокатқа беріп жүрген. Сосын артынан біреу кепті де қатты ұрыпты джиппен. Сол кезде жаңағы артына қарай кіріп кетті, ішіне қарай. Арт жағы түгел, багажник бәрі. Тек қана сол артқы лобовой ғана, әйнек қана аман екен. Стойкілер аман екен. Соны қайтып келдік, келіп, арабский чайды ішіп отырып, кофені ішіп отырып, ақсақалмен келістік. Ақшасын әкеп беретін болдық. Машина алып кете беріңдер деді, техпаспортын берді. Содан қайтып Эстоға барып, машина алайық десек, Эстоны жаңа жалдап жүрген жігіт пе екен, бір үлкен кісі сол кезде. Пакистанец екен. Чача деп қоймыз. Чача деген бауырым деген сөз ғой, пакистанша. Сол андай ренжіп, мен келіске, мен өзім алам, анау-мынау дейді. Міне техпаспорт. Болды, біз келісіп қойдық, машина алып кетеміз. Бізге кәдімгідей ашуланып, қыр көрсетіп, сосын мына жолды босат, 2-3 машина қойып тастапты. Анау түбіне тығып тастапты машина. Мына жолды босат, біз машина әкетеміз десек, әкете алмайсыңдар дейді. Әкете алмайсыңдар. Біз бұны дейді немен? Эвакуатормен кіргізгенбіз дейді. Бізде артық ақша да жоқ, сол кезде студентпіз. Содан қарап, ары қарап, бері қарап, қысып тастаған екі арт жағы, жаңа екі дөңгелекті қысып тастаған, айланбайды. Тез дөңгелектерді шешіп, ана жерде кубалды жатыр екен, Эстоға бәрі бар. Кубалдын ала салып, тарсылдатып, ұрып артқа қарай, жаңағы қысып тұрған темірлерін. Екі жағын кезек ұрып, шығарамайсың дейді. Ой, ашуланып кеткесін ғой. Бір кезде жаңағы досым айғайлап жатырмын. Сал қайттан дөңгелек деймін. Дөңгелекті салсақ, әлі де қысып тұр да, жібермейді, жүрмейді. Айттым ғой, бесполезно, шығарамайсың деп анау тұр желкемізде. Желін шығар машинең, желін азайтып, шығар, бол, жолды босат деп айғайлағасын ғой. Бір кезде жолды босат, машинені айдап далаға бірақ шығып кеттік. Сөйтіп, кәдімгідей өзіміздің бала болсақта мінезімізді көрсетіп, сол шет елде жүріп, сол арабтың балалары істей алмаған тірліктерді істеп жүрдік, Құдайға шүкір. Сонда жаңағы қарап тұрған арабтар таң қалып тұрды. Қаяқтан боласыңдар дейді. Мен айтам, қазақпыз біз деген. Қырғыз айтады, мен қырғызбын дейді. Сонда таң қалады, сендер дейді, бұл Ресей, сол Қазақстан, Қырғызстанның адамдары дейді, орманға апарып тастаса да, выживать етіп, тірі шығып кетесіңдер деп бастарын шайқап тұрды.